Барлықтарыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді мини панкейктер жасаймыз. Сонымен қатар аюдың пішіні қалай жасалу керектігін көрсетемін. Бұл панкейктер әсіресе балаларға өте қызықты. Жылдам дайындалады, оңай жасалады. Арасы толықтай піседі. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Дәмі тіл үйіретін мини панкейктерді сіздер жасап көріңіз. Осы видео қызық болса соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттар ұн, жылы сүт, сұйық май, жұмыртқа, қант, тұз және қопсытқыш. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаны саламыз. Тұзды саламыз. Сонан соң қантты саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Менің каналымда басқа да панкейктердің жасалу жолдары бар, қарап көріңіздер. Келесі кезекте жылы сүтті құямыз. Жақсылап араластырамыз. Сіздерге осы рецепті жасап көруге кеңес беремін, өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Ендігі кезекте ұнға қопсытқышты саламыз. Араластырамыз. Мен алдын ала ұнды електен өткізіп дайындап алдым. Сонан соң ұнды азыздан сала отырып, біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар, алда бұйырса көптеген тағамдардың жасалу жолдарын салатын боламын. Енді сұйық майды құямыз. Жақсылап араластырамыз. Осымен қамырымыз дайын. Сонан соң кондитерлік қапқа саламыз. Мендегі кондитерлік қап кішкентай болғандықтан бірден екеуіне құйып алдым. Кондитерлік қаптың ұшын сәл ғана кесеміз. Келесі кезекте табаны қатты отта қыздырып аламыз. Май жақпаймыз, құрғақ табада пісіреміз. Таба қызғаннан кейін жай отқа қоямыз. Сонан соң қамырды аз-аздан құйып шығамыз. Ең алдымен дөңгелек пішінді пісіреміз. Панкейктің бірінші жағы піскен кезде бетінде тесіктер пайда болады. Екінші жағына ақырындап аударамыз. Қаласаңыз бірден екі табаға құйып пісірсеңіздер болады. Бірінші жағына қарағанда екінші жағы тез піседі. Ендігі кезекте аюдың пішінін жасаймыз. Ең алдымен қамырды видеодағыдай басын құйып аламыз. Араларын алыстау етіп құямыз. Сонан соң құлақтарын құйып шығамыз. Бірінші басын, сонан соң барып құлағын жасайтын болсаңыздар, пішіні жақсы шығады. Егер басы мен құлағын бірге құятын болсаңыздар, пішіні өзгеріп кетеді. Бетінде тесіктер пайда болғанда ақырындап келесі бетіне аударамыз. Балаларға әсіресе осы аюға ұқсас пішіні өте қатты ұнайды. Панкейктің барлығын жай отта пісіреміз. Барлық панкейктерді көрсетілген әдіспен пісіріп аламыз. Мінекей достар, өте дәмді мини панкейктеріміз дайын. Арасы толықтай піседі, оңай жасалады. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Дәмі тіл үйіретін, дастарханыңыздың сәнін ашатын мини панкейктерді сіздер жасап көріңіз. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.